Жаһанша Досмұхамедов ескерткіші. 1998 жылы Урал педагогикалық колледжге белгілі қоғам қайраткері Жаһанша Досмұхамедов есімі беріліп, 2003 жылы оқу орнының алдына Жаһанша Досмұхамедов ескерткіші орнатылды. Жаһанша Досмұхамедов қазақ халқының көрнекті мемлекет қайраткері, жоғары білімді алғашқы заңгерлердің бірі, саясаткер. Жаһанша Досмұхамедов 1885 жылы Сырым ауданы Бұлдырты ауылы Тамды өзені бойында дүниеге келген. Әкесі Досмұхамед Жайық өңіріне аты мәлім, дәулетті, көзі ашық, көшелі кісі болған. Жаһанша жас кезінен ақ халқы үшін өте маңызды мәселеге араласып, болашақта үлкен істің басына келетін азамат, тағылымы мол, көргені көп, халқының өткен тарихынан жан-жақты хабардар ортадан өсіп шықты. Қылышынан қан тамған кеңес кезінде елінің бостандығы үшін күресіп, игі істер атқарып, саяси қуғын-сүргіннің құрбаны болған Алаштың абзал азаматы, қоғам және мемлекет қайраткері Жаһанша Досмұхамедовтың есімі мәңгілік халық жадында сақталады.